Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен үй жағдайында сорпаға салсаң езілмейтін өте дәмді болып шығатын кеспе пісіретін боламыз. Бұдан кейін дүкеннің кеспесін жегілеріңіз келмей қалатынына сенімдімін. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Бізге керек 2 жұмыртқа, тұзымызды қосып жақсылап тұрып араластырып аламыз. Кейін ұнымызды қоса отыра жаймен деп қатты емес, жұқа емес, орташа деңгейде қамырымызды елеп алатын боламыз. Одан кейін жақсылап тұрып, иін қандырып 30 минутқа бетін жауып қоямыз. Арасында ашып осылай тағы да елеп қойсаңыздар болады. Бұл қамырдың артықшылығы морозильникке салып қойып, дайындап, кез келген уақытта пісіріп ала береміз. Осылай қамырымызды жақсылап жайып аламыз. Дөңгелек жұп-жұқа болып шығатындай. Сосын бетіне ұнымызды жағып, жабыспайтындай етіп мен 4 бөлікке бөліп кестім. Сіздер өздеріңіздің қалаған формада кессеңіздер болады. Маған солай ыңғайлы.